Құрметті сот, айыпталушы Кенжебек Талғат, жәбірленуші Рысбек әдейі боқтамаған, мас болған. Түсіністікпен қарауыңызды сұраймын. Көлікті мас күйінде жүргізген үшін жазалауыңызды талап етеміз. Сен әлі ренжіп жүрсің ба? Қанша дегенмен туған анаң ғой. Мүмкін іздеп көрерсің. Ол дейтін жетім ол, тегін білмейтін адам ол. Ертең мен қарындасыма не бере алады деп ойлайсың? Жетімдер үйінен шыққан әр баланың арманы ата-анасын бір көру емес па? Мен сенің анаңды ізде дегенді ойландым. Біржан оны мен емес, Ердосқа айтып жүрген. Іздейтін болдым. Негізі Ердосқа мен ғой айтқан, мамасын іздеген дұрыс болады деп ше. Баласын іздетпегендерді көрушек. Анасын іздетпегенді бірінші рет көріп тұр. Қолымызда бары осы жалғыз сурет. Көмектесіп жіберіңіз шаға. Кім болдыңдар сонда? Біз жиендер ме? Жоқ. Құда баласыңдар ма? Жоқ аға. Нағашылар болдыңдар онда. Бүгін угадайды тап отырамыз ба, таба алмайсыз бәрібір. Ақпен қыран ажырап жүрсің ба сен? Малғым таза. Мен үлкен адам шығармын, қалай сөйлейсің? Ужас! Мынау мамаң болса, кешіріп жіберетіндей мама екен да. Менің күйзеліске түскен сәттерім бұларға ләззат сыйлайды. Не жаңалық деді ол. Бөтен адамдар да отыр. Есіңде болсын, Хамит, адамның басынан тебуге болады. Адамына қараған жоқ ше. Біздің қашты ол. Сәлем, YouTube әлем. Болған оқиғаның 20-шы шығарылымына 20 жылдай танитын жігіттерді арнайы шақырды отырмыз. Бүгін Қытай тіліндегі кітаптарды оқымаса да, қазақ тілінде қандай кітап бар, барлығын жатқа білетін Кітапхан Хамит Ердехан және де Қуатжан Арыстан. Арыстан деген екі түрлі мағынада. Арыстан келіп тұрсын, және өзіңде бір арыстандай болып отырсың ғой. Және де жүргізушілеріңіз ешкіммен ұрыспайтын, ұрысса аямайтын Нұрболхан Шарапов және мен. Бір баланың әкесі, бір әйелі бар, Колобок Елдос Қадырханов. Рахмет. Қош келдіңдер жігіттер. Бұл 20-шы шығарылым. Мен айтайын деп отқаным сол 20-шыға келіп қалдық қой. 19-шы шықты, енді жігіттер 20-шы бұйыртса. Юбилей десе? Юбилей болып тұр ғой, юбилей. Хамит болды емес. Колобок дегеннен кетіп қалған жоқ қой? Толпақ кезде айтқан жоқ қой, Колобокты. Енді бұл бауырсақ па? Көтерілмей қалған ба? Шелпек, ұзын бауырсақтар да? Кашаға тойып алған балаға да келетін еді бұрын. Каша жей беретін. Күш каша ба? Бұрын сәл толпақ кезде. Арнайы мен басыма тұшу үшін осы жігіттерді шақырып қалдыңыз. Енді Хамит болған бізде, Қуатжан. Өміріңдегі болған оқиғалардан, ойдан құрау жоғынан, өзің сол жерде куә болған, или өзіңнің басыңнан өткен боқтауды сәл сыпайы түрде жеткіземіз. Осым сондай подкаст бол. Қуатжан мен алғаш рет танысқан кездегі әңгіме әлі есімде андай арысқа барып арысты таныстырып жатыр ғой. Арғы бет, бергі бет деп сөйтіп өзі сөйтіп айтып жатыр да, вертолет деген біреу туралы айттың ғой сен. Иә. Мен таң қалып отырамын ғой. Ондайлар өте көп. Паганела ғой. Кличкасы да, Паганеласы да, вертолет деп қойып тастаған. Көрсең тура вертолет. Тірі ма? Тура вертолет сияқты ғой, короче. Бір 88-дер бар ауылдың, кәдімгі 88-ші жылы. Бізден бір жас үлкендер да, біздің райондікі емес, басқа райондікі. Олар полный продукты ғой, короче, картошка, пияз, сондай. Әрқайсысы сондай Паганеласы. Біреу картошка, біреу пияз, біреу сәбіз, капуста. Бірақ мен олармен араласпағам, оларды көп көрмегім. Балдармен тұрамыз да әңгіме қылып. Сонымен не қылдың, картошка? Картошка дейді ғой енді ауылда. Картошка не қылдың? Сол көрінбей кеттің ғой, амынау деп еді. Сон кешке келді де күн батып қалғанда. Кругтармен әңгімелесіп қалдық бір братанмен барып. Тұрайық. Анау действительно картошка ғой. Жаман қойылыпты деймін да. Ой, сен ана жеке-жеке көрсе дейді да, бәрі сондай дейді. Анау бір қойып жібереді ғой ауылда, Хамит, сонымен қаласың ғой болды ғой. Жалпы бәрі сол. Ауылда бір қойылып кетсе, бізге қойылмай қалды, Құдай сақтап кетіп қалды. Жаман қойылады. Қойылатын уақыттарда КВМ-мен шығып кетіп отырдыңдар ма? Кетіп қалдық. Емесе көп қой, шля. Көп қой. Сен сонда до конца Қуатжан болып қалдың ба? Мен ауылымдағы бүкіл аттармен таныстым. Помнишь, біздің ең алғаш КВМ-мен барып, сол жақтарда, сен үй жақтарында жатып, как раз сол арыстағы жарылыс болатын әңгімелерді айтып, білесің ба? Сал нелерінде ше КВМ болатын жерлерінде. Ақ жем болып кетіп едік қой.
Есен аға кәдімгі аппақ қылып ана судың ішінде көп тұрып қалған мына жақтың есігін ашып қойған, мына жақтың есігін ашып қойған, сквозняк болсын деп ше. Иә. Сонда да тырп етіп жатқан. Кондер жоқ залда, зал лақ толы, бірақ қайнап жатыр іші, ойлашы. Ауа жоқ. Ауа жоқ вообще. Мына екі есікті кіретін адамдар кіретін жақты просто ашып тастаған полный ше, чтобы сәл болса да сквозняк болсын деп. Адам лық қой, короче. Залдағылар адамдар күлкісі келіп отыр. Еркін ше. Бір шутка берші деп тұрмай же. Есін аға дәрі ішіп сол көзі ыстық әсер етіп шамалы неғып қойған. Қай ойын екенін есімде емес, бірақ Есін аға енді ол кезде бір рет па, екі рет па келді ғой Марсқа ше, біздің кезімізде. Бір келгенінде, общем, Есін ағаның өзі айтқан ғой енді ойыннан кейін. Ойыннан кейін емес, жүргізіп жатқан кезде. Біреу залда нормаль жерден орын алған, алды жақтан сәл түрде сәл мрачный бір братан, короче, Есін аға шыққаннан бастап Есін аға қадалып отқан ғой. Деп ше? Қарап қайшы. Просто қарап отыр. Күлмейді, не қылмайды. Командаларға дұрыс қарап отқан жоқ дейді. Тек Есін ағаға тесіліп шандай жаман көзбен. Сөйтіп Есін аға уайымдағанда уже. Екі-үш командадан кейін ше, ананы сұрастырыңдар кім отыр деп ше. Не үшін дейді, маған қарап отыр деп. Сөйтсек ол братан қатты жақсы көреді екен ше. Таңғалып отыр екен. Сондай немен қарап отыр. Тойып алайын деген бол, басқа ештеңе көрмесем де. Есен ағаны көрейін деп потаканса. Келесі келгенге дейін қарап алайын деген. Патшан, сенің соңғы оқыған кітабың? Мен соңғы оқыған кітабым Әліппе десе. Бұл менен сұрады ғой. Шыңғыс Айтматтың Боранды бекет емес па? Шынар менің шырайлым, Жәмила, одан кейін Жампидан жоқ, Аққұртқа мен Тасшайнар. Жампида ғой сол. Иә, соны оқыдым, Қасқырлар. Соны оқыдым, сол бір түрт. Боранды бекетті оқыдың ба? Иә. Мен сол Боранды бекетті бастап, ошым, бір 10 шақты ма 15 бет оқылғаннан кейін қалып қойды ана кітап. Бірақ қандай енді қызық басталып келе жатқан жерінде қалып қойды ше. Ол не ғой, Едіге жайында Боранды бекет анау адам баласының ішкі күйлерін, сезімдерін кәдімгі қатты апарған ғой. Ол мықты психолог өзі Шыңғыс Айтматов, мықты философ. Ол әттен адамның сана сезімдерін мен ол кісі сияқты бүйтіп сипаттап тірілтетін жазушыны мен көрмедім шынымды айтайын ше. Анау Едігені суреттеген соншалық Едіге мен болып өмір сүрдім ана жерде. Ана бір сол станцияға көшіп келген қызға ана келіншекке ғашық болып қалған кездегі Едігенің күйші, ода ешқандай арамдық жоқ, несі жоқ. Сол күйді қалай суреттеп, қалай жазады? Енді сен қаншама кітап оқыдың да, өзің кітап жазу ойыңда бар ма? Сенде енді сөз саптауың бар. Менше ана сол кісілердің сонда мысалы солар Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірептердің де мақамдары мықты ғой кәдімгі. Сөйлесіп отқан сияқты жазған ғой кітаптарын. Солардың қасында ұялам ше кітап жазуға. Сол кісілердің жаңа несінен шыққаннан кейін мына жақта тағы да отырып жазып отқан ше. Ыңғайсызданасың. Жоқ, ана көп кітапты оқып жүрген кезде болады ғой, мен де бір кітап жазамын деген сияқты ше. Жазғаннан гөрі оқыған қызығырақ маған. Танысқан дұрыс дейсің ба? Жоқ енді маған жазған оңай. Сен заявление бастап қойған бар, көп тақырыпта бастап қойған, үш-төртеу ше. Негізі сенің ішкі жан дүниеңді біз де түсіну үшін негізі кітапқа жазғаның дұрыс сияқты деп ойлаймын. Кітап жазып шығарып. Одан кейін Шыңғыс Айтматовтың нелерінде суреттеген кезде бір тұқымы құрып баратқан жануарларды суреттейді әйтеуір ше. Ана Аққұртқа мен Тасшайнарды одан кейін көрмедік деді ғой. Тура сондай қасқыр біздің мынау Мойынқұм жерінде, біздің қазақ даласындағы қасқыр, анау үлкендігі, бойы, сосын көзінің түсі, мына жерінің кеудесінің ашықтығын, соның бәрін суреттейді да, үлкендігін барлығы. Ана басқа да қасқырлар жүреді дейді, олардың қасында бөлек болады. Ана соңғы тұқым болды деді ғой, сол соңғы тұқым сонымен құрып кетті деді. Ана не деді айтады, Боранды бекетте ана өзінің түйесі бар ғой, дәу ше. Сол түйені де соңғы түйе болды дейді да, одан кейін құрып кетті де. Одан кейін ол түйені көрмедім деп айтады ше. Жоқ, андай типа одан кейін оны көрмедім дей салу
жоқ оны көрмедім деп өзінің атынан айтпайды ғой, әкеледі де енді әдемі қылып ондай түйелер кейін өзі бір ерекше тұлға еді бітімі анау мынау деп. Соның ішінде Боран деген ішінде ана Раймал мен Бегім айтады. Сосын нені айтады жаңа өзінің анасын ататын Садақпен. Соны айтады. Ол бір роман арқылы көп нәрсені айтады ғой. Бегім айдың жырындағысын айтқыңыз келіп тұр ма? Сол ненің ішінде айтады ғой соны Раймал мен. Сана Ташкентте болдық. Әңгімені бірден ма бұлай кітаптың бетін жабыңдар десе. Ташкентте болдық деймін да бір ай. Бірге. Ол жақта қызықтарыңызды естідік, шет жағасын айтып беріңіздер ал. Ташкентте ондай қызықтар Қуатжан есінде қалады ғой. Кейін барып есіме түспесе. Менің күйзеліске түскен сәттерім бұларға ләззат сыйлайды. Бастапқы съемка басталған күндері жаңағыдай 3-4 күн, 5 күндей жаңағыдай сценариймен де айналысып кетті да, Хамит тұрылап, ары бері читка, анау мынау күніге сондай болып кетті. Сөйтіп оразан кез как раз ауыз берік балдардың. Сонымен қатты ми ашып жатыр енді ше, Хамиттің анау тұрлап жіберетін жерлерді кеше бүгін тұрлай алмайған, кеше тұрлау керек еді, бүгін сол жерде тұрлап, әрі өзі түсіп жатыр. Сонымен бір кезде Өзбекше переводтар жасаймын арасында. Өзбекше жазып береді ше, жаңа Қайрекеңе, неге өзбекше сөйлейтін жерлерге. Сонымен бір кезде аэропортқа келдік қой. Ми ашып жатыр, сценарий анаяқта тұрлап жүр. Сөйтті да тұрыңдар, былай қарай аэропорт дәу ғой Ташкенттің. Былай қарай жүреміз деді да бізге. Жүгіреміз деді, былай қарай ше. Іздеп жүріп қойшым. Былай қарай жүгіріңдер деді, жүгірдік. Сөйттік та, стоп деді, енді былай қарай іздеңдер деді, сол жерлерде жүрік әлі. Ана кімді іздеп, үшеуміз іздеп кеп тұрмыз, аэропорттан алып қалатындай бір не ғой. Былай қарай іздеңіздер, былай қарай іздеңіздер. Бір 3-4 сағат ба өтті ше, жүгіріп атырық сөйтіп ше. Сөйтсе бүйтеді, Хамит, бүгін тек жүгіріп атырық қой. Киноға түсеміз бүгін. Текстсіз көп түсірдік қой. Тек жүгірдік қой, короче, кешке шейін. Бүгін тек жүгіріп атырық қой дейді. Іздеп жүгіріп жүрміз ғой, қора жүгірмеше іздеп. Бағасы айтамын да, не іздеп жүрсің деп сұрасай деп. Жүгіріп жүрміз, не іздеп жүрсің дейді. Юмор іздеп жүрмін деймін да. Ана жерде болды да өз алдында ше сценарийда несі юмор аздау деген сияқты әңгімелер ше. Бір барғанда бірден 2 фильм түсіріп келдіңдер, е? Иә, бірден. Екіншісін Бұқарада түсірдік қой. Екінші частын ба? 2 күні түсіріп келдіңдер. Бұқара. Екі часты бірден түсіріп келген ғой бір барғанда. Кетші, датауыз ондай болды ма? 2 час түсіріп келетін деп. Ана бір актерді айтты ше. Неге үйдегі келеді өзбек актер ше, охранник. Айтып береді емес, көру керек. Ол айтып беруге қиын да сияқты ол же. Үйдің іші кірген кезде үлкен үй алған қапшы ше. Кірген кезде мынандай диван, екі жақта үй ортасында үлкен диван. Екінші этажға шығып кететін жағы. Сол босаған кезде соған келіп созылып жатамыз. 6-да ма қаншада келеміз? Ол 4:30-да келді ғой. Ол кісі 4:30-да келді. Бізбен бірдей келді ғой. Ертеге 4:30 таңғы ма? Иә, бәрімен амандасып жүрді, сол жерде жүрді. Сөйтсек сол түн культурасында ма сөйтін актер екен. Өз жасы анаң бір 45-50 бар я, жай бар. Сонымен енді біздер келіп, бәріміз гримерныйға келіп, костюмді неғып, азанмен ешкім бірден неғыла қоймайды ғой, сөйлесе қоймайсың ғой, жай бастаймыз ғой. Сөйтіп неғып атқыңыз, анау енді бадыри жүрді, келгенмен. Мен ойлаптым, сол үйдің қожайыны деп ба? Несі шығар, жауапты адамы шығар деп ойлаптым. Бірінші, екінші күндер ғой түсірілім. Классика киініп костюм шалбар, галстукпен. Бәрімізбен амандасып, әңгімелесіп, барлық актерлармен сөйлесіп, көңілді жүрген анау ше. Сөйтіп жүрді ол. Сол мен есте қалып басында, көңілді бәрімен сөйлесіп, кәдімгі анау деген мақсқара активный болды. Бәрімен сөйлесіп жүрді. Бізде түсірілім басталып кетті. Сол 6-тан ба 6:30-дан мотор басталып кетті да бізде. Басынан жүрді ғой. Ана кісі сол азында ғана көргенбіз.
и тек біздің нелер түсіріп жатыр ғой енді сол Сахналар. иә сахналар біздікілер түсіріп жатыр, сағат бір кезде 12 болды, біздікілер түсіріп жатыр. Ойлай бер, алып ана кісінің жүргеніне бір 7 сағаттай болып қалды уже ша. Әшейін жүргеніне костюм шалбармен. Сөйтіп бір кезде 1:30-дардың кезінде мен бізді не болды да, үзіліс болды да, сөйтіп мен мына жаққа келіп жатып едім, сөйтсем мына жаққа қарап тұрған диванның арғы шетінде тура сен ұқсап отыр екен. Отырма осылай? Ананың түрі деген бүйтіп ана бірінші келген кездегі Түрме. вообще да. Бүйтіп қалды ма бір точкаға қарап? Бір точка. Сөйтіп мына Қожа мына жақтан келді да, сөйтіп Қожаға әшейін көзі бүйтіп салып екеуміз тоқтай алмадық қана жерде. Нұрсұлтан келді, ол да тоқтай алмады. Ана жерге бүйтіп жібересің анаға. Уланып құлай береді ғой кәдімгі. Одан кейінгі сахналарда күл жібере береміз. Түңіліп кеткен бана уже. Көрсеп, анау кәдімгі андай түрме отыр ғой ше сол жүріп жүріп азанда келген ғой бізбен бірдей уже 4 па сондай ғой обедтен кейінгі андай әлі түскен жоқ та әлі іштен кейін түскен жоқ ұстап алды ғой в общем тағаты таусылған ғой. Анау айтады ғой, анау аңсадым да тағатым таусылды, аңсадым таусылды. Сол кезде біз ойлаймыз ғой, күте тағатым таусылды деген сөздерді бір әшейін бір лирикалық мағынада өтіп кете саласың ғой. Анау әкеп берді ма? Ана кісі кешті ғой соны. Кәдімгіше тағаты таусылып отқан адамды көрдім ғой мен ана жерде. жұлқып тастады Мен ол кісіні қатты түсініп тұрмын. Мен де сол бір киноға Кокожан бұл түсуге шақырады ғой. Скрипка тартатын адам. Мен скрипканы қолыма ұстап көрмеген адаммын ғой. Ешкім ұстап көрмеген ғой. Кел, әшейін ұстайсың деп, скрипкашысың деп ше. Сөйтіп түсу керек болады. Тоже сөйтіп таңғы 4:30-дан алып кетеді ғой машина. Сонымен барып, түстен кейін 3:30-да түскенім ше. 4:30-дан 3:30-ға 11 сағат қой. Бетіңді сағат сол 4:30-да барғаннан уже бояп дайындап қояды ғой. Еще ұйықтауға болмайды дейді. Қалай? Сол кісі ұқсап отырдым ғой. Тура жаңа кісінің тағат таусылған күйі мен де кешкенмін ол. Белгісіз батырларды Борямен бірге түстік қой, білесің бе? Белгісіз батырлар деген бір фильмға түстік қой. Ол андай шашын бүйтіп алып тастап андай миы сыртқа шығып тұратын болды ғой. Бүдір басы ше. QR код болып тұратын ше. Сон, короче, таңғы сағат 4-тен бастап Боря екеумізді площадкеге шақырып алдық, короче. Тура солайынан. Деп жүрген біз тура жаңағы кісінің күйін мен де кешкенбіз ғой, короче. Еще Боряға ауыр сауыт киімдер кигізіп қойған ғой, короче. Оны таңғы сағат 4-тен бастап шашын кереп өріп тастады, короче, мынандай ше. Тартып ше кәдімгі. Анау ауырады каждый не істеген сайын. Жоңғар болу керек қой. Иә, типа жоңғардың әйтеуір оң қолы деген сияқты басшысының. И маған да сондай ескі киімдерді кигізіп қойған, таңғы сағат 4:30-дан бастап отырдық бүйтіп. Деп әңгіме соқтық, кәз деді. Анау жаққа кетіп қалды бір кезде. Біз кішкене крафттың жанында бүйтіп неде площадкада көлеңкеде отырайық. Айдалада түсіріп жатырмыз. Күн шақшиып тұр еще. Сөйтіп 8 болды, 9 болды, 10, 11, 12. Обед деді бір кезде ше. Бәрі келіп обед ішті. Біз сол жердеміз ғой енді, сол жерге стол жайып қойған барлығын. Екі актер отыр әлі. Екеуміз ғана отырмыз. Қалған бәрі сөйлей берсе. Актер па? Екі актер отыр. Екі актер отыр, короче. Киініп алған, өзім сыртынан сипаттайын. Киініп алған, отырды, бәрі. Әңгіме соқты, анаған күлдік, мынаған күлдік, екеуміз деп отқанбыз. Сол обедке қарай уже жаймен, уже шаршағанымыз білінді ғой. Обед деді, қоя, обед ішіп алайық деп барып, бізде барып. Обедтің кезінде не ма? Боп қалдыңдар ма деп ше. Қазір кішкене бір-екі сахна қалды деп. Таңғы сағат 4-те алып келіп алған, кешкі 4:30-да бірақ түстік қой. 12:30 сағат күттік қой. Ана киініп, Боря жындан жүр, ауыр киіммен ше. Мен 11 сағат нормально екен ғой. Скрипкамен. ана сөйтіп түспей сол обед деген кезде бақылан. обедке де жаман андай Желаниең болмай ма? ыңғайсызданып барасың ғой, түскендер жоқ. Әлі түспеген болсаң ба? Түспеген, түскендер жей береді ғой смело ше. Ана типа жұмыс істеп келіп, түсіп келіп. Сол сәл ыңғайсызданып қаласың ғой. Сондай күйді мен де кешкем. Мынау актер дейді. Неде? Бір-біріміз актер деп жүрміз. Ана жақта Ташкентте. Хамид бәріміз бір-бірімізге ше. Жаңағыдай съемкадан келгеннен кейін үйде ше, актер
не қыламыз деп ше балық жеп аламыз ба деген сияқты ше бір жерге барып сондай әңгіме көбейіп кетті. Сөйтіп актер дегенге мен де актер деп бір бірімізге актер деп Нұрсұлтан бәріміз сөйтіп жүргенбіз. Сөйтіп Бұхарада Дамас бар ғой кішкентай. Сол Дамастың үстін кесіп тастағанбыз да үстін артын. Как летний болып кеткен арт жағы. Кабриолет. Кабриолет болып тұр. Сөйтіп үсті жоқ төбесі. Сөйтіп Бұхарада бірінші съемкасы. Осы Дамаспен көшеге шыққан, арты жоқ кез. Алдын айдап жүргенбіз. Сонымен жаман күн суып кетті ғой енді. Жаман емес. Қатып қалғанбыз бәріміз жаурап. Жаңағыдай. Жеңіл киіммен бастап қойғанбыз басынша. Сонымен түсе керек. Сөйтіп айдап келе жатамыз да, короче. Енді шыққанбыз трассаға. Сөйтіп тура бір кольцевой бар екен. Тура кольцевойдан, короче, сразу шықты да, короче, тоқтатып алды гаиші. Шетке деп ше. Енді шығып жүргенбіз 500 метр ма, 1 километрге жетпейді. Сонымен тоқтадық, сонымен строго, короче, тоқтатты, бәрін атымен, короче, түсірмейтін болдық, короче, ол енді сахнаны. Сөйтті да маған енді анау жаңағы сол ұйымдастырушы админ сияқтың қыздары ғой, өзбечкалар. Сол қыздар кинода жүргендері. Ағай Қуатжан аға маған ана неңізді жіберіңізші дейді да, праваңызды. Жібергенде сәл құтым қашып қалды енді. Штраф толтырайын деп отырмын деп. Протокол толтырайын деп отырмын деп. Сөйтіп, не үшін дедім да мен. Сөйтем, жоқ, просто мына жақта сізді айдағаныңызды толық сенімді болу үшін, Бұхарада келіп, кино съемкада айдады деген толық мына адам деген сияқты қып сізді актер деп Бұхараға тіркеп қояды деді. Данеға? Сөйтіп Хамитке айттым да, осынысына правам сұрап жатыр, не қып жатыр деп, жайшама дейді, осындай дедім да, Бұхараға тіркеп қоя деген дедім да. Сөйтіп бір-біріміз жаңа актер деп жүргенбіз ғой. Сөйтіп бүйтеді Хамит. Енді үйіңе мамаңа звондап айтсаң болады дейді. Мама, мен актерлы болдым деп. Тіркелдің дейді. Актерлы болдым. Тіркелдің. Бірінші анау, мама мен құттықтап қойсаңыз болады. Бірінші, мама мен құттықтап қойсаңыз болады. Актерлы болдым деп айт дейді. Актерлы болдым. Съемкада біраз қаныңыз түсті ма, режиссер? Соны айтпадыңыз ба? Не дейсің? Съемкада Дархан біраз қаныңыз түсіпті ғой. Ол, білмеймін. Жоқ. Не деген жауап? Жоқ, енді камераға ашылу деген бар ғой. Жалпы камераға ашылу деген бар. Ашылып ойна дейді камераға. Ол ашылып ойна біз күніге... Бізді үнем анандай жүгіріп камераға қарай келетін сахналар болып қалып жатыр да. Үшеуміз жүгіріп ше. Бірақ камера жаңағыдай. Артында қап қойып жатырмыз, соны ашылып жатыр. Ашылып ойна дейді, ол енді біз енді постоянно түсіп жүрмегеннен кейін де болып қалады ғой енді, ол ашыламай қаласын. Или обязательно саған айту керек, тапсырма беру керек. Шық, былайынан жүр, былай не қыл деп, үйтіп бәрін айтпайды дейді ана жерде. Ондай әңгіме болған жоқ қатты. Сонымен бүйтіп ашыл дейді. Сонымен Нұрсұлтандар түсіп жүр ғой енді. Сонымен Хамитке айтып кетті, бастады, короче. Ашылмай атсын деп. Бірінші күннен бастап негіз. Ол жаман тиді да ол Хамитке. Камераға ашыламай, бүкіл съемочный группа камераға ашыламай атсын. Хамит, камераға ашыл дейді. Сөйтіп, арасында маған да айтты. Сөйтіп, Хамит екеуміз келдік үйге. Съемкадан шаршап келдік қой, түнде. Сөйтті да, парт-пұрт бас киім шешіп, настроение жоқ сәл. Анау сценарийді бәріне мияшып кетті. Үстінде шешіп, киімдер шешіп. Камераға ашыламай атсын. Бірдеңе. Мен 2007-2008-де қитті видео жүрмін ғой. Бірдеңе өзі жыны кеп кетті. Айтып жатыр ғой, короче. Бірінші рет көрген сияқты оқып қалдым. Нәндерді жүр. Мен ақ бармын ғой қасында, екеуміз бір бөлмеде гостиницада. Сөйтіп, анау-мынау, мен телеканалда біраз жыл жұмыс істеген адаммын ғой мен. Анау-мынау бірдеңе деп айтып жатты да. Бір кезде мен күлдім, мен күлкім келіп кетті айтқанына ше. Айқайлап күліп жатыр едім. Неменеге күліп жатсың? Саған да айтқан жоқ па 10-15 рет деген айырыншы. Андай ашуланып айтты да маған. Киініп кеткен. Неменеге күліп жатсың сен деп ше. Астанада ктада жүрген кезде
Жайдарманда ма, Кытада ма? Кытада жүрген кезде лифтке міндік, короче. Лифтке Бағдат екеуміз міндік. 6 этаж ба, гостиница еді ғой, 7 этаж ба, 6 этаж ба. Міндік, жоғарға біреулерге жолығатын болдық, көтерілетін саматтарға ма баратын болдық, Қарағанды саматтарға. Жанында команданың біреуі тұр. Сол жаңағының ішінде тұрық лифтте. Тура кірген кезде істеп тұр ғой жаңағынша. Осырды. Иә. Жел жіберіп тұр да. Жел жіберіп тұр да қасындағы. Сөйтіп. Ол жоғарға жетпей түсіп қалды ғой, короче. Мен баратқан жаққа жетпейше, мен наларға да кіріп шыға салайын. Басқанына бармады ма? Иә, мен наларға да кіріп шыға салайын депше, сен жоғары қарай көтеріле бер, брат, қазір шыға салам, мен лестницамен деді, короче. 5-ші этаждан ба түсіп қалды, короче. Бір өзім тұрмын ғой. Анаң іші кәдімгі, кәдімгі көзің ашитын деп отыр ғой. Қашан ашылады екен деп тұрым. 6-дан мереке ше, мереке. Полный қыздар. Ашылған кезде бүйтіп келді де, кәдімгі ашылды. Бір алдында тұрғандар бетінше кіргізді да. Деп ше, қайт лифтті басып жерді, короче. Жаман ілініп қалғасың. 5-те ілініп қалдым, 5-те. Мен жоғарға көтеріп, олар түспекші екен да. Анау тастап кетіп тұр ғой мені, короче. Тастап етіп. Иіс емес, шарпыды ма? Ашқан кезде. Шарпыды дейсің ба? Кытада білесің ба? Сен бәріміз бір командада ойнадық қой. Қалалар құрамасы деп па? Қалалар құрамасы деген командада ойнап, ең бірінші шығатын болып. Еще кім ойнап отыр бізде? Михон болды ма бізде? Жоқ, Бақалек. Бақалек, Михон, Қуатжан, Хамид, мен, Әбу, Дәуше. Ол бар, иә. Бағдат. Ошым, кілең бүкіл командалардың фронтмендерін жинап алғанбыз. Бәрі бізден қорқып жүр, короче. Сөйттік та, андай ғой, приветствие болады. И еще биатлон ба бірдеңе болды ғой, короче. Разминка сонда. Иә, сонда бірдеңе болды, короче. И, короче, андай ғой, типа, барып кубокты алып келетін ек қой, білесің ба? Бір 7 кубок ба, тоқтамай алып келдік қой, короче. Білесің ба? 7 кубок тоқтамай алып келіп, келесі ойында ма полный шірейтініміз ше. Бірінші ойында 7 кубок алып алғанбыз, болды деп жүріп қой, короче. 7 кубок деп ше. Келесі ойында полный шіріп, до конца шіріп кеттік қой сол ойында. Біз ана біріншіге багаждармен кеттік қой. Багаждың бәрі таусылды кейін ойында. Еще 2 ойын ба? 2 ойын ба? Аналар, біз алмазақта жете алмай жүрді ғой командалар. Жетемін алып тастағанбыз ғой біріншісіне ше. Барлық жюри берді сатты бізге. 2 ойын шірісек те, аналар жете алмай жүрді, бір-екі командалар кейін барып жетті ғой. Ол ана биатлонның кезінде ғой негізі, биатлонның кезінде ме еді? Иә, биатлон. Бір биатлон оқиды, круг. Мынау алып етіп, кубокты алып келеміз барып. Екінші круг, короче. Михон оқиды, жарып тастайды, барып кубокты алып келеміз. Ошын 7 кубок жинап алып, сол 7 кубокпен қалып қойдық қой, короче, финалға дейінше. Шүкір деп. Михонның жаңалық оқып тұрып айтатыны ғой анау. Бізде футболдағыдай замена деген бар. Ары қарай Қуатжан күлдіреді дейтінше. Сөйтіп ауысып кетеміз. Екеуміз де оқимыз ғой. Биатлон ше. 2-ге бөліп алып оқимыз да. Тоқтамай кәдімгі. Жаман жыртыс болды, бірақ жаман жыртыс болды. Кейін сол состап Ақтауға кеттік қой концертке, иә? Декабрьде ма? Январда, иә? Балық қуыратын кезіңізде емес пе еді? Кухняда қуыратыны ма? Полный кухняда қуырды ғой. Кухнядан өтсең, балық қуырған ғой, қызыл балық. Інісі қызыл балық алып келген да, короче. Сол Ақтауға жаңағы составтың 1-2 балдары бар. Бәріміз бармыз ғой, Паш? Иә. Концертпен барамыз, Әбу ұйымдастырған. Әбу ше, Қызылара дәу. Қызылара? Қызылара деймін, түрі. Қызылара деймін. Қызылара да. Шақса өлтіретін ше. Сөйтіп, Форт Шевченкода ол айтты, бір күн алдын кеп кетті да, Хамеке, мен балық алып келейін сіздерге деді. Оны әуре болмай-ақ қой, үйтіп қазір статьясы бар екен, ертең күні қиын болып қалмасын деп еді. Жоқ, бірдеңе қылып алып келем деген сияқты әңгіме болып қалды. Бір кеп қалған екестер де болғанда. Бір кеп қалған екестер деп ол неде ұсталыпты постта. Форт Шевченкода 3 балықпен ба, 4 балықпен ба, короче. Сөйткенде
не істеймін дейді братан шеш. Ашығын айттым дейді, міне мына жігіттер мен ағаларым бәрі ойынға концертке келген братан, мен осыларға апаратырмын, солардың інісімін деп осылай айтып ем, бопты тез кетіп қалды дейді. Короче, сөйтіп алып келді. Сөйтті да мынаған айтты, ол алып келіп балықты. Сөйтіп болды ғой, қоясыз ана жерге деді да Хамитке. Тамаққа бар ғой бұл. Тамаққа барын сразу айтпайды ғой бұл да. Қоясыз ана жерге деді да, өзім не қылам ғой деп. Хамеке бұл обычный балықтар сияқты қуырылмайды бұл деді да. Сен маған өйтіп үйретпейтін шығарсың балықты қалай қуыру керегін деді да бұл. Сөйтіп бұл Хамеке деп ары қарай айтпай-ақ қой маған ештеңесін деді ше. Сөйтіп ана әкеліп тұрып жаман кінәлі болып қалды ше. Сыртын ашуын айтты бірақ. Иә, сыртын Су ашуын. құйсаң түседі екен да астық. Сөйтті да балық қуырған ғой бұл азанда ма? Оған дейін андай қылды, өзін шеф-повар қылып таныстырды ғой. Полный көрсетті ғой өзін, короче. Мықты. Өзін жақсы көреміз, балық қуырып не қандарды ше. Сөйтті дағыны. Бәріміз жатқанбыз, балық қуырып жатыр да. В общем, кухняға, балконға темекі шегіп қайтуға кухнядан өтесің, через кухня. Темекке өткеннің бәрі кәдімгі сырғанап өтіп жатыр ғой. Полный пістемай ғой, короче. Жердің бәрі ғой. Кухня полный. Иә, кәдімгідей тайып құлайсың, көтеріліп ше. Сөйтсе оның бетін, сковородкың бетін жауып қуырады екен ода. Обычный балықты ашып қуыра береді ғой. Жауып, біраздан кейін айналдырып, қайып жауып, сөйтіп қуырады екен да. Атла деген, ата деген, сыртқа шаша деген майды. Сондай бар екен. Соны айтқысы келген екен ана інісі. Бұл тыңдамады ғой. Негізі маған үйретпейтін шығарсың. Негізі маған үйретпейтін шығарсың деп. Айтып үлгермедік қой білет деп примерно. Соғыста жүрген сияқты көрдім ғой. Бүйтіп қуырған ғой. Иә, алыста тұрып ұрған ғой. Ол балықтың дәмі де есімде қалмады меніңше. Барлық энергия сол неге кетіп қалды. Энергия. Мыналар да кеп, әрбел айтты, менің құтым қашты, одан жыным келді, сонымен. Неде отырдық, баняда отырдық, короче, бір жігіттер күтті, в общем, баняға концерттен кейін Ақтауда, сол бәріміз отырмыз. Әдем демалысып отыр енді, сол баняда отырып, сонымен кім ғалым қоймады, аралас. Қуатжан бәрін теңеп жүр екенсің ғой. Осы жанынан шығып қалды да. Оны вообще қозғайды деп ойламадым ше. Бәріміз отқанбыз. Өйстіп келді да, мен баняда жүріп қой. Бәрін теңеп жүрсің ғой. Осы бізді не деп айтып жүрсің, біз сыртымыздан айтып жүрген шығарсың. Мен немін, мен немін деп, мына жерге дейін тағалып қалды. Мен немін деп. Иә, жаныма ше. Жаман келіп қалды осындай болып ше. Тие деп ем, деп бұрылып кетіп қалды, сонымен теңеу басталды ана жерде. Сөйтіп Нұрболған саршұнақ болып кетті. Сонымен ананы бірдеңе қылдық, ананы бірдеңе Бағдат бұзау, анау бірдеңе Әбу, не бір нәрсе болып отыр. Әбу ше алтын қоңыз болды, осырақ қоңыз болды, құрбақа болды, бегемот, бәрін қылып жатыр ғой ананшы. Әртүрлі неме кетіп жатыр ғой. Келе береді да. Бәрі келіп жатыр да, короче. Ише андай ғой, бұл айтады да, бәріміз соған қараймыз ғой, тура соны көреміз ғой, короче. Деп қыламыз. Сөйтті да, енді Хамит қой үлкен арамызда. Хамит отқан. Нұрбол, сен айттың ғой деймін, Нұрболған айтты ғой деймін ше. Бағдат айтты ма? Бағдат қой. Бағдат айтты ғой деймін. Хамитті де бір айтып қойсаңшы деді да. Сөйтіп Хамит отқан денесімен бейді. Сөйтіп мен қарадым да, неміз футболистер не ағып отқан балдар. Мен оттым да, короче. Итшығын дедім да. Сөйтіп сәл ренжіп қалды ше. Хамит сәл бір бәрі күліп жатыр ғой. Сөйтті да бір кезде бәрі күліп болғаннан кейін бізге қарады да. Итшығындар накачанный келеді ғой. Өзін накачанный қылып қойды ғой. Мен шынымен айттым оған ше. Өлмейді ғой негізі, иә. Өлмейді ғой. Ол ана ит, мен өзі талай тазалаған ғой, мен иттің несінен ше, мынаны шетіне толып қалады. Ананың кәдім басын жұлып тастамасаң бар ғой, өлмейді анау. Кәдімгі шыбындардан накачанный болады ол. Иә, бассаң былай өлмейді ғой негізі. Кәдім таспен денесімен отқан ғой, бұл да ше бүйтіп. Иә, бұл денесін көрсетіп отқан ғой. Ит шыбындар. Ит шыбындар накачанный болады. Анауың ше, мен тық қойған ғой қалпағымда.
бір жағы концерт газель күтіп тұр. Мен ғана қалып кеткем үйде. Қалпағымды іздеп жүрмін ғой. Білемін да мен стенаға іліп қойғам. Костюм шалбардың үстіне шеге, бір шеге. Кімнің үйді ғой? Әділбек Ниязымбеттің үйі ғой. Мен білем, ілгенімше мен шатаспаймын. Мен анандай емеспін. Бір жерге қоя салып, қай жерге қойып едім, нақты бір жерге ілген білем да. Сөйтіп бәрі кетіп қалды да, сонымен мен білмеймін, ваннадан шықтым ба, басым жуып шықтым ба, мен ақ қаптым. Сонымен бәрінен алдым, қалпағым таппаймын ғой басыма киетін. Қалпағым мына жақта да көрем, ана жақта да. Сосын бірден ойландым, Бағдат екеуі яғни тығып қойғанды. Ол екеуіне звондасам, кәдімгі серьезный жауап берді. Жоқ, брат, ешқандай не жоқ. Біз емес деп. Ешқандай. Сөйтіп тағы да іздеймін. Сосын жаным келіп жатыр уже мен. Сосын тағы сондан, айтсай дедім. Тықсаң, айта сал, болды, нормальный дедім. Жақсы іздедім дедім. Жақсы іздедім. Жетей досы дедім. Жақсы. Сөйтсем, білмеймін, кешегі қойған жерімді көрсейді, жай, подсказка. Бірден ұсталып қалды да, мен жаным келіп жатыр ғой, боқтап, сен тыққасың ғой, айтасың қаяқта дедім. Сөйтіп барып, мен ана костюмымды алып өткен кезде, костюмның іші сәл бұртиып тұр да, шихолдың іші. Ашсам, ішіне түсіп кеткен ғой. Сөйтіп, ішіне тығып қойыпсың ғой десем, түсіп кеткен шығар ішіне дейді да. Ол түсіп қамыз. Түсіп кеткен кезде кеп замокты ашып, ішіне кіріп қайып, сырып қойып түспейтін шығар деймін да. Замокты ашып, ішіне түсіп қайта замок жауып. Ойындамай тұр да, сонда да түсіп кеткен шығар деп ше. Кейін Тамашадағы оқиғалардан болса. Айтпақшы, Хамид бізде тамаша кіріп шыққан жоқсыздар ма екеуіңіз? Екеуіміз. Тамашаның тарланымыз ғой. Тамашаның тарландары. Тамашаға кірдік деді ғой, короче. Бір ойнағандарың бар еді ғой? Республика сарайында ма еді? Мен ойнамадым. Михоммен екеуі ойнады. Екеуің бе еді? Жоқ, не десе Әзілфесте. Ол жақта ойнадық қой, екеуміз ойнадық қой. Мынау охотник, мен қоян болдым ба? Қоян? Михон екеуің осы Республика сарайында ма? Ойнадық, Не қойылым қойдыңдар сол кезде? Жарысып шығып едіңдер ғой, екеуің бір. Массовка ойнадық ба? Бір ойнадық. Мұхаммеджан ағалар ойнады, главный. Суайт деп. Репетициясына барамыз. Репетицияда обедке кешке шейін болуымыз керек қой. Обедке колбаса әкеледі, ана сол жерде магазинде колбаса мен нан, короче. Помидор. Помидор тура жүреді. Үшінші күні ма Хамидше бүгін обедті өзіміз бір жерге барып ішіп келеміз ау дейме. Іш қатып қалды ғой деген жүрдім. Анау тек колбаса мен не болып кетті де, короче. Нан колбаса ғой жей береді. Нан мен колбаса, ары қарай кеттік дейді, дайын ол жерде ойнап жатқан. Мағауияғанды айтқаны бар, білесің ба? Ештеңе жоқ. Не бар жейтін бір колбаса ма, бірдеңе бар ма дейді. Ол да біліп тұрды өш. Колбаса ма, Лайка, ит қой анау, ит төбелестіріп ауылда. Арыста ма? Арыста да. Болатын еді ғана, остановкалерге іліп қояды, ит төбелес деп жаңағыдай жаңалық қылып, ауылда бұрын болатын еді ғой, ит төбелестерінер өздері бар ғой жаңағыдай. Соны көріп қаламыз, қасымызда бір кассасын бар. Сөйтеді да анау қоймайды ғой, короче, осындай, ана ит апарайық, да төбелеске барайық, короче. Кім төбелестіресің деймін да, өзің төбелесесің ба? Ит жоқ қой, төбелестіретін ит жоқ қой. Бәрі үйде жүрген иттер ғой. Сөйтіп, мен ана тәтем үйіндегі итті апарайық дейді ғой, короче. Қай итті? Ана ит, Лайканы дейді. Сөйтіп, ол үйде жүрген ит қой негізі ол. Бірақ түрі суық та. Түрі суық ше, қатты өздерін иттер сияқты. Қап-қара. Пародасында? Пародасын білмеймін, кәдімгі қап-қара ит қой, кәдімгі үйде жүрген. Ондай бір бір жақтан келген ит емес қой. Лесси сияқты емес дейсің ғой. Жоқ, ондай емес, сонымен. Соны алып барайық, өзім алып шығамын деп қоймайды ғой, короче. Приздарын көріп алған ғой енді жаңағы бірінші орынға магнитофон, типа 10.000 теңге, екінші орынға жаңағыдай бірдеңе, токси деген радио, тағы ақшалай сыйлық, үшінші орынға ыдыс-аяқ деген сияқты. Қай жыл мынау? Қай жыл? 7-6-7 класс па сондай, по-моему, ше. Сонымен не керек, жаңа ит төбелеске бардық қошым. Жаңа екеуміз. Енді сол кезде білмеймін, қалай кіріп кеткенімізді, қалай барғанымызды, кәдімгі өз болатын орындары бар ғой, ит төбелестің.
сондай жерге бардық, сонымен лайка ғой жаңа ит. Сөйтіп жақындап қалдық, жаңа ит төбелестіретін алаңға қарай уже. Қолда ит. Қолда ананың қолында ит. Мен әшейін жүрмін. Сонымен пресс-шиппен байлап алған. Пресс-шиппен байлап алған, бірақ мойын жағынан да бірдеңеден қойып тастаған да қимайтындай. Енді кәдімгі биш қылып алып келе жатырмын. Ана ит ше кәдімгі төбелесетін ит емес. Комфортный емес десе. Ой, вообще ол төбелесетінін де білмей келе жатыр ғой негізі. Дайындаларым еді бір-екі күн алдынша. Сонымен алып келдік қой. Алып келдік, маған жаздыра берші дейді да маған. Ана список жазатын өзі тіркелу керек екен да. Қой дедім, короче, анан дәу иттерді ғой, ешек сияқты ше. Әр жерге қазықпен қойып иттерін қойып қойған. Анан алып кірмеймін, өзің жазылдыр дедім, өзің жаз барып. Сонымен өзі кірді. Тіркеу керек. Сон қалай тіркей жібергенін білмеймін, негізі ақшамен кіру керек қой. Ақшамен тіркелемін. Иә, ақшамен тіркелу керек қой. 2000 теңгемен ба, 1000 теңгемен ба, сонда бірдеңесі бар. Ұзынаусы бар ма? Иә, ит көп, бірақ ыбырсып жатыр төбелесетін иттер ше. Әкеле берген ғой бәрі. Сонымен ол кезде дамымай тұрған кезім ит төбелестің ше. Үйдегілерін әкелген сияқты көбісі. Қатты сен. Сөйт. Ит төбелесетін неге қарай барып тұрғам. Сонымен артымнан келді жаңағы. Тіркеп қойдым деп ше. Тіркеп қойдым дейді да. Я боп тіркеп қойсаң, кіммен не қылады деген білмеймін, қазір өздері шақырады деді. Сонымен мынау біздің итті жаңағы тіркеуге алып кірген кезде ана жерге, әр жерде ит не қылып тұр ғой, байланып. Енді мен ананың қолында, мен қасында келе жатырмын. Ана біздің иттің ше түрін көрсең бар ғой, ебай кәдімгі ше. Жаман андай таң қалып, бір жағынан қорқып келе жатыр да, ана иттерді көріп ше. Арыстан көрген сияқты. Сонымен тіркедік, в общем, тіркеді. Сонымен бір 4-ші бар ма сондай екен, 5-ші бар ма, 4-ші бар, төбелес көріп тұрық. Енді ол кезде бүлдік иттер дегендер бар еді ғой, кішкентай бірақ жаңа жұлат, чемпион бірдеңе. Сонымен осындай бірдеңе Тараз еді. Бір ит Тараздан келген ба? Бір ит Тараздан келген сол шықты. Осындай арас лайка деді. Лайка? Ана жанкүйерлер де түсінбей қалды да, ол арыста бұндай ит жоқ еді ғой деген сияқты ше. Төбелеске қатысы барлар біледі ғой еді қанша дегенде. Сөйтіп бәрі бүйтіп жақтырмай, ана пит шықты, анаяқтан питбуль ше. Тараздан питбуль шықты. Кішкентай, Хамид осындай ақ ба ше. Тараздан ана иттің өзі таныстырды да, Тараз деді, осындай ит шығарды егес. Анауда мощный шықты ит ше анау. В общем, қарауда жүрген ит екен. Каченный шықты ма? Андай көрініп тұр да, қарауда жүрген ит екен кәдімгі. Жуынып келген ше, иттің ше. Мощный ше. Тістері де түгел сияқты да. Шығып. Иә, андай тап-таза егесізде андай здоровый бір кісі алып шықты. Сендердің иттердің светі қандай? Қара. Қара ма? Қап-қара, полный қара. Бойы ше бойы. Бой дәу бірақ, денесі бой дәу, иә түрі де суықтау. Сөйт, осындай арыстан лайка деді. Маған қасымда тұр деген, мен қасымда тұрмаймын дедім ше. Сәл арырақ тұрдым да. Секундант топ па? Жоқ, қасымда бол деді да, мен адамдар топырлап тұр ғой, арасында тұрдым да, лайка деді. Анау алып шықты жаңағыда, біреуден бірдеңе алған ғой, мойнынан не алатын ше. Басқа немен алып шықты, вообще құлшыныш жоқ қой, мына біздің итте ше, төбелесуге ше. Сөйтіп шықты. Сөйтіп мен сәл енді масқара болып қалмайық қазір, анау сәл былайырақ тұрайын деп адамдардың арасына кіріп кеттім. Сонымен төбелеспей тұрып алды. Екеуі. Төбелеспей тұрып алды. Төбелестіретіндей бір нәрсе істейді екен олар өздері. Төбелестір жеретіндей де ше. Шақыстыра ма? Иә, мынау мен қасымдағы ондайды білмейді ғой. Қалай не қылу керек? Анау бит деп жатыр да, адамдар білетіндер. Сөйтті де біздікі, короче, жабысып қалды анаған. Біздікі ше. Жаңа питке. Сөйтті де тамағына қарай ма, мойын мынандай жеріне қарай ма, жабысты, короче. Ой, жақсы екен ғой біздікі деп қалдым ше. Сөйтем, ана пит бар ғой, жаңағы. Адам құсап кәдімгі ше, тартылып, бит шықты да, біздікінің астынан тамақтан тістеді да, короче. Шын адамдардың несі сияқты бит, екі жақа бит лақтырды ғой, короче.
Иттеріңді ма? сөйтіп парт пұрт тастап жатыр ғой. Сөйтіп ананы айқайлап жатыр да енді, ей, не қарап тұрсың, алсай өледі ғой қазір итің деді. Сөйтіп еді, бұл ондай ажыратып көрмеген ғой, ондай жерде болмаған ғой. Қарап тұрып бір кезде бір-екі үлкендер келіп еді. Біздікі бүйтіп шықты ғой, короче, жаңағыдан. Сөйтті да жаңағы круг ше, адамдар көріп тұрған кругтың андай темір сеткіде қойып тастаған ғой, 1 метр ма, 1,5 метр. Оған қараған жоқ, адамына қараған жоқ ше. Біздің ит қашты ғой. Секіріп ше. Заборлардан жаңағы жерде адамдарына қараған жоқ. Андай жер қанталап кеткен, қан ағып жатыр. Анау қуалап баратыр артынан ше. Итті мен де артынан жүгіріп баратырмын ғой. Кету керек қой, болды ғой. Артымен қой уже ана жер болды ғой. Хамит, жүрмей-ақ қою керек қой жерде. Жүгіріп қуаладық. Сөйтіп үлкен забордан да неғып кетті ғой, короче, забордан да секіріп па? Забордан да 1,5 метр ма, 2 метр забордан да секіріп өтті. Сонымен үй жақтың иті ғой енді. Біздің таныс ит қой десе. Иә, үй жақтың ит, біздің үй жақтың иті ғой енді, бірақ енді жаңағы тәтемдердің үйіндегі ит та, ағайын. Сонымен жаңағы кім Кластасың ба? иә, қуып жете алмадық қасымдағы, иә, екеуміз. Сонымен отырдық. Сонымен жай бардық, уже ит қашып кетіп қалды. Сөйтіп темір жол жаққа қарай жақындадық, біздің районға қарай өтетін жақта. Сөйтсек ит тұр ғой, сол жақта бір шетте ше, бір судың ненің жағасында, короче, бардық. Мынандай болып кеткен ғой, 1,5. Иттің ше. Қараптан қыр. Сонымен Жоқ, ит бар. Не істедің мынаны? Мынау не етесі ит ше? Екеуіне. сөйтіп не істейміз дейді, не істегеннен апарып таста үйіне деймін да, жаңа ит. Өзінің үйіне ма? Иә, егесінің үйіне де жаңа ағайындардың иті ғой. Сөйтсем апарып тастаған үйіне, бұны алып кеткенін де көріп қалған екен да, жаңа кластасым ше. Қайқайып тұрады екен деп па? Иә, алып кеткенін де көрген екен да. Сонымен бір күн көшеде көріп қалып, амандасып қалып, тәте қалайсыз десем, жақсы, не алдыңдар анау лайкан, өткенде не ағасыңдар? Бет аузы үсіп, жаман қылып жүріпсіңдер ғой, не істегенсіңдер, бірдеңе деген. Жақсы болды ма енді, білмеймін, сол бір итпен төбелесіп қалды ма, бірдеңе болды ғой деген ғой. Сөйтсе, жақсы болды ма сінес? Өліп қалды ғой деп айтты. Ит өліп қалған ғой, 2 күннен кейін ба. Үйіне барып ше. Үйіне барып. Сонымен ит төбелестіретін жерге бармайтын болдық. Жақсы болды ма сінес дей ма? Енді анау ол да жаңағыдай удар екен ғой, жаңағыдай нәрселер уже. Бір беті бүйтіп пісіп кеткен ғой, кәдімгідей болып. Ана бір боксерлардың нелері сияқты, бойдан кейін пісіп кеткен сияқты. Халық. Енді ұрады ғой, екі жаққа жерге ше. Тура сондай, ана пит кішкентай-ақ емес. Олар жауыз ғой ол. Тура сондайдың біреуін. Сөйтсе андай екен, олар питбульдерді именно тістеген жерінен айырта алмайсың оны, короче. Иә, жағы қарсып қалады. Иә, қарсып қалады, и болды, мынадан шықпайды, короче. Ала алмайсың. Оны сен үстінен ұрма. Прям жібермейді екен андай несінен. Питбуль асыра десе онда, иә? Өздеріңді. Не қылатсыңдар десе? Біздің Қазақстан мен Франция қай жыл ойнады? Білмеймін. Қазақстан мен Франция қашан ойнады? 5-0 ма? Ұтылды ғой, өліп өзімізде. Өзімізде өліп ұтылды ғой. Астанада ма? Қайақта бір ойнады ғой бізде. Қазақстан мен сборной, Франция. Сол кезде айтпақшы, інім ғой кәдімгі өзімнің. Папам туған інісінің баласы. Стройка істейді да жалпы. Стройка істейді. Осы ойынға барған, жаңағы ойынға. Ол Алматыдағы ойындарға да жібермейді, Қазақстанның ойыны осы жақта болатса сборныйдың. Жібермейді, барады, короче. Өлсең өліп кет, ақша жетпей жатса да футболға барады. Өйткені ол өз қызығады, ойнайды, футбол ойнағанда да кезінде алды. Сол інішек, в общем, стройкада істейтін 1-2 досымен барған ғой, короче, сол матчқа. Сөйтіп, жаңа не тұрады ғой енді, амандар тұрады, нелер тұрады, командалар келетін. Францияның не жағына қарай барған, автобус жағына қарай. Сөйтіп бұл қызыл спортивка киіп алған, бұл постоянно спортивный киіп жүреді, ауылда да сондай өзі. Бір жерде мемлекет жұмыс істемейді, сонда спортивный жүреді. Футбол ойнаған бұрын. Сөйтіп баяғында ақ кроссовка, қызыл спортивка киіп алған, ас үстімен, ақ футболка. Сөйткенде, жүрсеңдерші, сәл жақын тұрайық, анау Францияның ойыншыларын жақыннан көрейік деген ғой. Ол жерде амандар жауып тұр бәрі. Сөйткенде,
қойшы қазір ары қарай итереді, анау мынау итеріп жүреді, көре алмайсың да ғой бәрібір деген да. Джонни ғой жаңа інім. Ербол ғой аты Джонни дейміз да, кішкентайынан. Сөйтіп ол өзі де қап-қара, ол менен де қап-қара. Қап-қара вообще түрі. Сөйтеді да бұл, онда өзім барам дейді. Аналар ар жақта билет не қылып стадионға кіретін жақта тұрады, бірақ көріп тұрады мынаны. Сөйтіп сол жерде халық кіретін көтеріліп стадионға қарай не қылып кіретін жағына қарай ходқа жақындап келіп жатқан кезде төбелес басталып кетті дейді. Анау Францияның автобусы келген кезде біреулер адамдар бір-бірімен қазақтар төбелесіп жатыр дейді. Ерегісіп қалды ма? Сөйтіп тура ана Джоннидің жанында тұрған үшеуі ма, төртеуі ма ОМОНның ше Хамит. Франция түскен кезде соларды ажыратуға кетіп қалды дейді. Короче, дубинка анау-мынауларын шығарып ше барып, ей деп 30 метр жерге ма ары қарай. Сөйтті да жаңағы Джонни ше барды дейді, короче, бардым дейді, кіріп кеткен ғой полный. Араларына ма? Иә, ойыншылардың араларына. Олар автобустан түсіп былай кіріп жатыр да астымен. Барып араларына кірген, короче, сөйткенде енді амандасып үлгермеген, просто телефонын шығарған, бір-екі бит не сияқты қылып түсірген, ол ішіндегілермен топырлап тұрып қалған круг болып. Бит-бит бір-екеуімен түскенде, короче, сөйтіп тұрған, и олар ішке кіретін болған. Енді ойнайтын ойыншылардың бәрі формалары бірдей, қалғандары врачтары, бірдеңелері, медиктері әртүрлі спортивкіде дейді да, көк, бір бәле ақ. Солармен арасында, короче, полный ішке қарай кіріп кеткен. Стадионға ше. Типа сол командасы құсап. Иә, қап-қара ғой түрі бұның да. Сөйтіп оны байқамаған ана ОМОНдар білмеген осының несі құсап. Арсыздау екен де, иә? Қатты жақсы көреді деймін, Хамит. Ана ойыншыларды көріп тұр ғой, Погба, Магбаларды көріп тұр ғой. Бұл да енді. Иә. Сөйтіп қолында да андай бір қатты емес бір телефон, қатты түсіретін емес. Сонда да бір-екі видео жасап, фото істеп, сөйтіп араларымен бірге кірген. Ішке кіріп кетті дейді, ана балдар айтады, достары ар жағында тұрған. Біз таң қалып тұрық дейді. Францияның ойыншыларымен ішке кірді, 30 адам ба сондай ғой. Кіріп кетті дейді, сонымен спокойно ішіне кірдім дейді, өзі айтып жатыр кейін. Раздевалкаде қарай кірдік дейді да. Раздевалкаде ортаға қарай тұрдым дейді, андай сулар нелер тұр екен дейді. Ортаға қарай тұрдым да, бүйтіп иә, айналдырып, айналамын түсірдім дейді. Аналар ше, киімдерін қойып жатыр, наушниктерін неғып жатыр дейді да, француз ойыншылар. Бүйтіп, міне деп ше, түсіріп жатырмын. Қазақша сөйлеп жүрдім, бір-екі рет сол жерде дейді. Сөйтіп тура ана есіктің аузында андай телак сияқты киініп алған біреу тұр екен. Ей, сен қазақсың ба не деді? Иә деген ғой. Не әбішсің сен деп шығарып жүрді. Қайта қамап тастамады дейді. Сөйтіп кейін стадионға кіріп, доволен көрдім дейді. Ойыншы. Ішінен кіріп шыққан ғой. Раздевалкасына дейін барған. Еще кәдімгі смело кіріп. Араларына кіріп кеттінде қағып қара ғой анда тұр, короче. Мән бермегенде бұған. Қазақстан ба білмеймін. Аналар бір стадионның адамдары ма деп ойлаған ба білмейді ғой, анау жаңа француздар да. Аналар француздар деп ойлап жүр. Анау француз деп ойлаған жаңа телак ше. Телак сияқты киініп алғанда. Сөйтіп, ал міне бірдеңе деген ғой. Сөйтіп, сен қазақсың ба не деді дейді. Дәу біреу ше. Не жүрсің деп шығарып жүрді. Андай қылып тастай ма деп едім дейді да. Киімнен бұрын оның ана саспай кірген түрін айтам да, ана сол кезде ойы несі. Сәл арсыздау болып тұр ғой. Қатты жақсы көреді ол. Смело кете берген болды. Иә, әшейін кете берген. Сөйтіп Португалияның несіне түсіп қалсаң, иә? Португалияның? Иә. Мен Кришпен суретке түспей тұрып ше, мен Кришпен суретке түспей тұрып, басқа футболисттері бар ғой. Бруно Фернандес. Криштікке махаббатың кейін оянған екен да, иә? Неге кейін? Біздер 2004-тен бастадық қой, сөйттік та қазір енді Криштіктің кешегі чемпионат мираға қосып кеткен, ол түк әсер еткен жоқ ол біздерге. О, қай кезде махаббатың сөнді сенің? Қай кезде сөнді махаббатың Криштикке деген? Болды ғой, сол Ювентуске кеткеннен ақ уже ол түсінікті болды ғой, ол уже карьерасы ары қарай. Спартаға кетеді ма? Ары қарай. Ол жай әдемі голдар сақ қойып жүре береді. 2004-тен бастап көрдік қой біз оларды. Бұл қатты жақсы көрді ғой. Хамитше, қатты жақсы көрген соншалықты бұның үйінде жастық одеялына дейін Криштик болып кетті ғой. Реал болып кетті. Иә, реал болып кетті. Армани бар ғой, біздің сол айтатын Арман. Сен үйінде сондай деп жүрді, полный енді Криштиану Роналду отатын деп үйге. Кәдімдей. Оны мереке сыйлады ау деймін туған күніме. Мен көріп кәдімдей. Жататын, жамылатын, сөйтіп
ана несі жастығы астына төсейтін сосын сүлгісі бар полотенце. Соны бізде бір бала мен залда жатамын ол кезде залда. Қандалабасын. Роналду үйтіп жатпайтын шығар. Телерияз неде тұрамыз ол кезде? Гагаринада. Не дейсің? Роналду үйтіп өзінің несімен жатпайтын шығар. Сен сияқты жаңағыда ше, бәрі өзінің несі қылып, бәрін сыйлапты ғой деп адамдар. Сон Со анау бізде берік па, со біреу темекі шегіп, жаңа ғана балконда жаюлы тұрған жерінен ба, анау бәнде постоянно түскен ғой. Сол осындай тесік болып қалған. Сонымен Күнияның інісі келді ғой бізге. Сол кезде бірге тұрамыз, Күнияның інісі неден Қызылордадан келді. Сөйтіп мен ана нен жатар кезде нен сауатырмын жаңа реалды несі. Астына төсек не дейді? Пастер алып шатасып кетемін ше сондай олар. Просто дейсіз, Просто. Сон төсек неғым ана тесікті көріп қалды да. Айбей, реал тесік деді. Айбей, реал тесік. Реал тесік деді ананы көріп. Сәл нервіңа тиді ғой, Ол кезде қатты не болатын ғой, нервіңа тиді ғой деймін да. Қатты отқан кезде, ол кезде анау Элкаско, Мауриньолардың, Мессилердің Куня, Куня бәріміз жиналып қалдық Астанада бір ойында сөйтіп Куня бар еді ғой кезде бұларда. Сөйтіп Куня айтты да, андай Португалиямен бір жақ ойнап жатқан ойынын көріп отқанбыз. Сөйтті да Кука қуат біздің Хамекен кімге ұқсайды деді да маған. Мен оның өздерінің араларында Роналду екенін мен қаяқтан білейін. Ше, ол кезде шашы бар еді Хамиттің қалыңдау сәл бүйтіп сары болса да. Бүйтіп, андай шашы алба-жұлба ғой, үйде ғой, квартирада ғой. Тұрып қалды да Хамит, сол кезде кімге ұқсайды деген кезде шашым бір алба-жұлба. Сөйтіп қарадым да, Швайнштайгер дедім да. Германиядағы ше. Сөйтіп, сәл андай біртүрлі болып қалды да Хамиттің түрі. Мен қаяқтан білемін Роналду деп жүрген, бәрі Роналду дейтін. Сөйттім да. Роналдуға ше, Роналдуға деді да маған. Роналдуға келмей ма деді да. Жоғы Роналдуға вообще ұқсамайды ғой дедім да, сөйтсем. Қойшей, сәл келеді ғой деген айтам да, ақтап алған ше Куня. Сөйтсем, бәрі біледі да, ол Хамиттің командасындағы бәрі біледі бұның қызғатын. Мен қаяқтан мен білмеймін ғой оның несін, ол Роналдуның тек неғып жүрген. Көңіліне не істеп қалады ғой. Швайнштайгер дедім, жыны кеп кетті ғой Хамит. Швайнштайгер сол кезде шіріп жүреді өзі. Ол не ғой? Үсі отыратында жасқа кеп қалдық, әрінше самостоят әне ше. Кеше Мессидің ше, отыратын ше. Өзі полиядан, осында несінде, полияның жағасында орындықта отыр ғой. Тренировка де ма? Күндіз қарасаң. Кешке қарасаң, финалға шығып отыр. Сен Мессиға махаббатың ашылып қалған сияқты? Жоқ, мен махаббатым ашылып, жабылған есе, жалпы футболды жақсы көремін мен бүкіл. Жақсы ойнап жатқан ойыншылардың ешқайсысын мен жек көрген емес. Жалпы мына футболшыны жек көремін деп айтпаймын. Бір футболшы, мысалы, кеше Анри мен Златан Ибрагимовичтің істеп жүргендер ұнаған жоқ маған екеуі. Бір ана бір медиа не жүргізіп жүр ғой. Баяғыда Жайдармановта жүргізіп жүр. Өздері бәрін айырып тастаған адам ұқсап па? Анридің тұрып, Роналду туралы айтқаны керек емес нәрсе де. Ол баяғыдан жек көреді ғой енді оны. Ол Роналдоның жасағандарын әзгінтайында жасаған жоқ қой. 1-2 жыл ғана жақсы ойнаған шығар. Сол тем более неде Премьер-лигада. Ал өзінің сборныйында Анри қатты ерлік жасады деп айта алмаймын. 2006 жылы 1-4 Бразилияға салғаны болмаса, и то ол кезде Зидан анан самаса болмайтын қылып шығарып берді ғой. Бізде ана общагада духиярсын игра сен де келіп жаттың ғой өзің сонда кроваттың несінде мына жағында мен жатқам. Аяқ жағында Бағдатпен қатты мен өз құрдасым болды 88 екеуміз. Ол басқа параллель группада оқыды. Құрдасы шашы анандайды ғой, дәу еді ғой оның. Жұмсақ еді шашы сосын. Сары. Жұмсақ еді жарықтықтың деп шыққан. Бірнеде репетицияда артынан кеп шашын өртеп жіберген оның. Өйтіп жанып кетеді деп ойлаған жоқпын. Майланып тұр да?
ана үпілектер болатын еді ғой анау жиденің сыртында ше отты тигізіп қойсаң бірден бәрі жанып кетеді ше. Анау қай жерден тигізген маңызды емес та, nereden тигізсең де ана жағы сонымен бірдей жанып отырады. Сөйтіп мен әшейін ойнап не қыласың, лап ете қалса бола ма, шаш ойбай деп анада қойдың иісі шығып кетті, басы үйтіп жатқан. Құйқаның иісі шықты ма? Сол аяқ жағымда отырып, сөйтіп мен оны ана басынан тептім ғой оны ше. Еркелеп әрбеле істей береміз ғой. Тебесін аяқ қоқ қоясың иығына. Сөйтіп басынан тебем, ана кроваттың мына жағындағы неге қатты тиді. Салқада екі ортада басы тағы қалды. Бірден орнынан ат тұрды. Есіңде болсын, Хамит, адамның басынан тебуге болады дейді. Болады дей ма? Ол вообще сондай теріс, в общем, тірлігін бәрі ше. Бүйтіп ажуланып кетті. Есіңде болсын, Хамит, адамның басынан тебуге болады деді. Бір күні сол общагада намаз оқып отырмыз. Асырдың ба уақыт сол бір екінті. Ол кезде сол бір жастардың, студенттердің көбісі намазға жамағат көбейіп қалған кездер, білмеймін. Сөйтіп тұрмыз, имамдықта мен ба білмеймін, әйтеуір алдыңғы қатардамыз. Мынандай ғой, большой кірген кезде малый, большой деп екіге бөлінеді общага. Сол большойында намаз оқып отырмыз. Бүйтіп кірген кезде мына жақта душ, туалет, сосын ар жақта малый басталады. Тып-тыныш енді ана жерде. Бәріміз намаз оқып, тып-тыныш, іштен оқитын кез күндіз. Тып-тыныш тұрмыз. Бір-екі бала жүр енді оқымайтын. Ана сырттан Бағдат кірді ғой. Сырттан ше Бағдат кірді. Енді ол анай айтты, мен анай айтпай қойса, айта салайын ба? Айта бер, пик қисамыз ғой. Бітті ғой, көріш. Шықты да. Тышатындарың, тышыбаңдар, мен сүйем деді ғой. Тышатындар, тышыбаңдар, мен сүйем. Ал, наоборот айтылады ғой негізі. Сендер сүйіп алдар, мен тышам дегенді ма? Соны наоборот айтты ма? Үлкеніне кіріп баратырмын. Сүйетіндерің сүйбаңдар деген нәрсе жүреді ғой жалпы. Ол соны наоборот айтты ғой. Тышатындар, тышыбаңдар, мен анау тұрып бір кезде бірдеңе тырс ете қалды анандай. Әйнек сынатын кезде тырсылды да, тырс ете қалды. Сөйтті бірдеңе рүкікке барып алдық. Сөйтіп одан тұрдық та, мен неғып тұр мен ше, ана сәждеге бір барып алсақ неғып қалуымыз мүмкін деп ше. Ұмытып дұрысталып қалатын шығар, тұрудан кету керек көп тұр өткен ше. Өткен звуктар шығып жатыр, тырс ет неқтан. Сөйтіп өзімізде сау сүйірдің болған біз кетейін деп тұрмын мен де ше. Сәждеге барған кезде мен сәждеде тұрып, артымдағы ұландар бар ғой бізде, жұмырдағы. Ұландардың екі қол үшіп пілдің құлағы ұқсап тұр. Сонымен әнерден бәріміз күл жібердік. Ай, қалақ, кәдімі. Мен істедім деп анау ше. Анық естілді, дауысы сырттан келді, ана бәндегі наоборот айтты ғой. Үлкеніне кіріп баратын, кішісіне кіріп алатындан кіріп алыңдар деген сөз жалпы бар ғой. Сол бағана іштен оқиды дегеннен есінде отыр. Ең басында намаз оқып бастаған кезде күндіз іштен оқиды екен ғой. Күндізгі намазда. Күндізгі екі намаз іштен оқиды. Мен де өзімше имамдыққа шығамын да дауыспен айқайлап айтып беріп жатырмын, оқып жатырмын. Артында дегендер бастап кетті ғой, резко ше. И менде ішімде әлі сұрақ қой. Қай жерін дұрыс емес оқып жатырмын дегенше, қай сөз дұрыс емес айттым деп. До конца соны бүйтіп, бәрін бітіріп, біткеннен кейін. Қай жерін дұрыс емес деп. Ойымнан кетпейді, қай жерін дұрыс емес айттым деп естіп, бәрін бітіріп болғаннан кейін сұраймын ғой, сразу бұрылып. Қай жерін дұрыс емес айттым десем, мал дауыспен оқымайды ғой дейді. Мен оған полный 5 уақыттың бәрін дауыспен оқып шыққанмын. Дауысын шығарып ше. Оның ішінен қателік іздемей ақ қой десең. Сөйтсем оны емес екен, іштен оқып. Ақтауда ше, Ақтауда. Серік көзге имам болды, білесің ба? Серік имам болды да. Мен шамалы не алдым,
шыдап бітірдім да михонға айттым сәл имамның әншілігі басын ба деп әншілігі басы иә имамның ана қырағаттан гөрі әншілігі басымдау да шамалы жұмадан оқып шық жұмадан жақсы кісілердің алғаш рет барған кезде едің ба? Иә, ана жігіттің алғаш рет барған кезде дәрет алуды да білмейді, дәрет алуға дейін көрсетіп алғаш рет араласатын Шымкент дос бала ғой, бармаған екен мешітке. Үлкен жігіт қой енді алып барған кезде сол ана жұманы оқитын кезде бөлініп кетесің ғой, ана жаққа кір, мына жаққа кір, толтыру керек сапты. Сөйтіп кіріп кеткен нормальный адамдардың арасынан тұрып қалған ғой, жаңағы сақалды, жаңағы үлкен кісілер бар. Сөйтіп бәрі оқып біткеннен кейін адамдардың істегенін істей бер, жасай бер деп айтып қойғанбыз. Көргеніңді істей бер аналардан. Білмейді ғой. Сөйтіп тура намаз біткеннен кейін тұрған кезінде адам көп қой, біз іздеп қалғанда, таппайшы бізді. Сөйткенде жанынан біреу келіп, ассалаумағалейкум, рахматуллахи ва баракатух бірдеңе деген ғой. Дегенде бұл уалейкум ассалам деп қатты біле бермей ғой. Соның артындағы екінші адам, ол да сақалды дейді, короче. Ассалаумағалейкум деген ғой, анау да кәдімгі дұрыс ниетпен. Екіншімен де амандасқан. Я мынау сәл атын ұрысықтау негізі мына бала, ұрысықтау. Сөйтіп үшінші де төрт-бесеуімен амандасқанда соңғысы келіп ассалаумағалейкум деген кезде уалейкум ассалам, мені қаяқтан танисыз деп айтты. Мені қаяқтан танисыз. Бәрімен амандасып, көп адаммен амандасып кеткен ғой, 7-8-мен ба ше. Мені қаяқтан танисыздар деп дауысын шығарып. Адамдардың бәрі қарап кетіп отыр дейді. Сол жаңағы алғашқы жылдар ғой, жаңа ғана Бағдаттың айтатын кездер. Ана бір азан шақырудың сауабының мол болатындығы туралы хадистер енді оқып жүрген кездеріміз ғой, естіп жалпы. Сол кезде біз общагада азан шақыруға таласатын ек балдармен. Сонымен олан шақырам деп қоймады бір күн. Олан? Бізде оланша. Сөйтті да. Енді мен білеміз ғой, балдармен, команданың балдарын білем ғой, жалпы. Қайсысының қай жерге дейін, не қылатынын, қай бағытта деген сияқты сценарий болсын жалпы. Сөйтіп, маған да қызық болды енді. Олан шақырсын, маған бала сауапқа неғып тұр екен, жылқынып тұр екен. Сөйтіп, торттан жартысына Аллаху акбар ашхаду ан ла иляха иллаллах деді. Тортты күлді да бірінші, артында тұрып сөйтті да маған бұрылды да қалай еді ары қарай. Інішектермен тұрдық қой, енді арыстың балдары бар, арасында жан-жақтың бір-екі балдары бар. Үйде жаңа үйге аппарат алып қойғанда балдар кәлен шегеді. Сөйтіп бір Бека деген інішек Бекадан кешігіп кеп қалды. Біз уже кәлен шегіп боқ қойған кезде кеп қалды да. Сөйтті де ар жағы кіріп кетті. Марат деген тағы бір інішек бар еді. Бека арғы бөлмеде жүр да. Марат қол күресші ме? Жоқ, боксер. Боксер. Сөйтіп ана Бека шықты да ваннадан, короче. Сөйтті да. Марат деді, ол Маратқа алдын дайындап беріп жүрген екен да, ол үйде кәлән. Оны мен қаяқтан білейін. Марат алдын тыңдамай қойған ба бірдеңе. Марат деме. Екі гүл қоясаш. Қамат, Аллаху акбар. Екі гүл қоясаш дейді. Қазір оқып алып шегем деп тұр ғой. Бізді жүртті просто. Екі гүл қоясаш, ашуланып айтты да маған. Анау айтқан тыңдамай қойған екен да, бұл дайындап берген бір екен. Ана есіңде ме? Ана Аман неге бір PlayStation'да барып қалған кезде Аман мына жақта біреулермен отыр екен ғой. Сәл қызып ше. Хамит қалайсың? Хамит. Сен Нұрсұлтан айтып еді. Есіме шығып кеткен. Хамит қалайсың дейтін. Хамит деп. Не? Хамит қалайсың деді. Уже TikTok'та абыройы бар уже. Абыройы бар и кішкене сол жерде сәл демалып отыр. Сөйтті дағыны бұған артық сөйлемей қойса екен деп отқам, Амантайды ше. Бұған қалай жағдай, Хамит, не тіршілік болатыр?
не жаңалық деді ғой. Бөтен адамдар да отыр. Бөтен адамдар да отыр. Сөйтіп еді. Менің жаңалықтарымды қортамайсың ғой сен деді. Несін айтамын саған дейді. Жан болды. Мен жаман жыртылдым соны естіген кезде ше. Есін жинап алды ол сразу. Әйтпесе хамеке деп жүрген бала ғой. Ол не алмайтын. Бірінші рет көрдім да мен сол нәрсені. Біртүрлі Біртүрлі болып қалдым өзімді. Хамит қалайсың? Мен жаңалық не бар ғой, намаз оқып жатқан кезде ойың бұзылып кетсе, жалпы Түкіретін. іші рет түкіреді. Сол күнде екеуміз оқып жатырмыз, сол жылдар ғой. Күнде мен оң жағында тұрмын, имам болып, ол мына жағында тұрады ғой. Екеуміз оқып жатырмыз, анау сол жағын түкіре берді ғой. Сен жаққа қарай ма? Мен жаққа қарай. Біткеннен кейін айтатын да, қандай шайтанмен алыстың сонша құлағымды толтырдым ғой. Бір емес, екі емес. Ол дегенде мен түсіндіріп аттым. Ол хадисте су шығармай, несін жасап қояды. Су шығармай. Ал сен болса бүйтіп тұрасың да. Жадам кеп айтып жатыр ғой. Білет тұрсыңдар ғой, көне ұрыс естіп жатырған жерде ше. Есімде құлағым толтырды ғой. Бұрылып. Осымен біздің асыл арнадағы бағдарламада бүгін бізде Қаскеленнің мешітінің имамдары Нұрлы таң бағдарламасы болады десейсің. бірақ ең соңына қарай қатты ашылдыңдар. Жоқ, соғысы әңгіме ғой, дұрыс. Әңгіменің бір несі жаңағыды басында айттың ғой, сен ақталып отқан сияқты болып қалдың ғой сен көзі. Бір несі ашылып кетсе, әңгіме. Бір подача түссе болды, алып кетеді екен екеуі де. Өсетін жігітсіңдер, оқышы. Ойланбасаң біледі, не бар еді деп ше. Олай болса, болған оқиға подкастында 20-шы шығарылымда 20 жылдай таныс болып жүрген жаны жайсан жандар, өмірі қартаймайтын, әңгімелері таусылмайтын Хамит пен Қуатжан жігіттер, рахмет сендерге, келгендеріңе, уақыт бөлгендеріңе. Келесі кімді көргілеріңіз келеді, астына жаза кетіңіздер, пікірлеріңізді, лайктарыңызды парақшамызға, біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар.